Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін қазақ тілі әдебиет сабағын бастаймыз. Бүгін сабағымыздың тақырыбы қызым жағалаудағы құндызым. Балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын алдымен екі топқа бөлініп алайық, жарай ма? Менің қолымда екі әріп тұр, біреуі А және В. Ортаға шығамыз. Мына жерде жазылып тұрған әріптерді таңдап екі топқа бөлінейік. Келіп шығамыз. Шығайық, барымыз. Б тобы мына топқа отырамыз. А тобы мына топ. А топ бірінші топ болады, Б топ екінші топ болады. Жақсы. Ал балалар, қазақ халқы қызды жат жұрттық деп қыздарын қатты құрметтеген екен. Балалар, қараңдаршы. Бүгін менің қолымдағы әжемі қуыршақ. Бұл қуыршақтың бейнесі ұлттық костюм киім киген қыздың бейнесі берілген. Бізде көбінесе бұл қызды қай уақытта киіндіреміз қыздарды? Ұзатқан кезде, басқа елге ұзатып жатқанда. Қыздың абыройын жоғары бағалап, оның ибалы болуына анасы жауапты деп санаған. Дұрыс па? Өсіп келе жатқан жасөспірім қыздың бойында ізетті болу, әсем киіну, әкесін күту, анасын сыйлау, дөрекі сөйлемеу, қабақ шықпай жүру, үлкеннің алдынан кесіп өтпеу, ұқыпты болу, өсек айтпау. Бала тәрбиесін білу. Осындай ана тілін құрметтеу тәрізді қасиеттер болуы керек екен. Ал балалар, қыздар әсіресе үйде аналарынан осындай қасиеттер бар ма екен? Кім айтады? Ал Редима жауап бере ғой. Анаң үйде қандай саған тәрбие береді? Не деп айтады? Ол маған айтады, үлкендерді құрметсе, кішілерді құрметтеу, ізет көрсету. Жақсы, өте жақсы. Осындай стикерлермен бүгін мен сендерді бағалаймын. Бахар, қыз тәрбиесі бойынша анаң үйде саған қандай тәрбие береді? Анам маған үйде қылықты болу, біреулердің әңгімесін бұзбау, біреудің арасына түспей. Тамақ істеп үйретеді ма? Иә. Асханаға көмектесесіңдер ме? Жақсы, өте жақсы. Ал Бинур айта ғой, айтам деп отыр. Мамам жақсы тәрбие береді. Мен оған тамақ пісіруге көмектесемін. Жақсы, ойың жақсы. Ал балалар, мына гүлге қарайықшы. Мына гүлге. Мына гүл, әдемі гүл. Біз қыздарды гүлге теңейміз. Не үшін? Себебі қыз деген ол әдемі. Нәзік па? Нәзік. Қараңдаршы. Әдемі гүл. Апа негізі звук қосады. Жол бойы ақылын айтады, шешесі жолында қызына ақыл айтады, құтты орнына өзі қойдырып қайтады. Динозавр сөздерді орын тәртібімен өз орындарына қойып жатырсың, иә? Мен бұл тапсырма мен сөздерді қойып жаздым. Орын тәртібіне қойып шықтыңыз. Ал ғой. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары Жаны аздай жайраңдаған. Жақсы, отыра ғой. Да, половина. Я это говорю. Тур. Ага, все, давай. Қыздар, тәрбиелі болу керек,
이방 болу керек. Әсем киіну, үлкендері сыйлау. Изеттің болу керек. Ал балалар, енді бұл суретті біз салу мақсатымыз, бұл жерде біз постерді қорғау әдісі арқылы біз қыз бейнесін шығардық. Дұрыс па? Біз қызға сипаттама бере отырып, қыз бейнесін айтып шықтық. Жақсы, рахмет. Отырамыз. Қыздары ибалы, үлкенді құрметтеп, кішіге ізет көрсетуді білетін қыз. Көпшілік қауымға тән сұлулығы емес, жан сұлулығына жара білетін жігіт бейнесі болу керек. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Біздің сабағымыздың соңында міндетті түрде кері байланыс рефлексия береміз. Әр оқушыға міне алдарына таратып берілгенмін. Міне екі оқушыға бердім. Бахар Сабинада бар, Бахарда бар. Сол бойынша қазір маған кері байланыс беріңдер. Жарай ма? Мен сіздерге қазір үй тапсырмасын түсіндіріп өтейін. Үйге 10-шы тапсырманы аламыз. Бұл жерде не істейміз? Ізетті, ибалы, бойжеткен, жасөспірім деген сөздеріне демелік шоғыларды тіркестіріп, сөйлем құрастырамыз. Үйге тапсырма. Ал кері байланыс бойынша кім айтады? Мен Регина. Мен бүгін алманы таңдадым. Өйткені бүгін мен көп үйрендім. Ал алманы көрсете ғой. Жақсы. Ал Диноза. Маған ұнады. Саған сабақ ұнады. Жақсы. Маған бере ғой. Ал Бинур. Мен гүлдерді таңдадым. Себебі маған бүгінгі сабақ өте ұнады. Жақсы. Тағы кім айтады? Сабина. Қолында қандай сурет сенің? Жақсы. Сабина алманы таңдапты. Бүгін мен көп үйрендім. Өте жақсы. Мен гүлдерді және алманы таңдадым. Себебі маған сабақ көп ұнады және бүгін мен көп үйрендім. Жақсы, рахмет. Ал келесі сабаққа жақсы дайындап келеміз. Сау болыңдар.